Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып қазақ тілі пәні 27-ші сабақ. Дауыссыз К мен Г тақырыбы. Бүгінгі сабақта К, Г әріптерінің емлесін сақтап жазуды үйренетін боласыңдар. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 36-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді мәнерлеп оқы. Достық ұлы туымыз. Дос бауыр көп, тосқауыл жоқ. Айқара ашық есігі, ұлы отаным, гүл отаным, тыныштықтың бесігі. Тілегі бір, жүрегі бір, достармен біз біргеміз, туыс барда, құрыштан да берік біздің іргеміз. Авторы Әли Ысқабай. Ал енді берілген тапсырмаларды орындайық. Өлең не туралы? Балалар, өлең достық, татулық туралы. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой достық, татулық бар жерде береке бар екендігі туралы екен. Қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Бұл сөздерде қандай дыбыс өзгеріске ұшыраған, оның себебін түсіндір дейді. Балалар, бізде қарамен жазылған сөздер есігі, бесігі, тілегі, жүрегі. Мұнда өзгеріске ұшыраған дыбыс Г дыбысы. Яғни есік, бесік, тілек, жүрек сөздеріндегі К дыбысы өзгеріске ұшырап Г-ге айналған. Себебі дауысты дыбысы келгендіктен К дыбысынан соң К дыбысы Г-ге айналып кеткен. 37-ші жаттығу көп нүктенің орнына К, Г әріптерінің тестісін қойып өлеңді көшіріп жаз. Халқымыздың сенімі, жақсылардың серігі, күрестерде шыныққан ағаларға мен іні. Мұнда бос орынға Г, К дыбысын қоямыз, яғни серігі, күрестерде. К, Г дыбыстары туралы білетініңді есіңе түсір. Сөз соңында К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, К дыбысы Г-ге айналады. Өлеңде серік сөзі қандай өзгеріске ұшырағанын айт дейді. Серік сөзі К дыбысына аяқталған. Оған дауысты дыбысы жалғанғандықтан К дыбысы Г-ге айналып кеткен. Сондықтан да серік сөзі серігі деп өзгерген. 38-ші жаттығу сөздерді топтастырып жаз. Мұнда сөздер берілген, оларды екі топқа топтастырсақ болады. Бірі К дыбысына аяқталған сөздер, екіншісі К дыбысы өзгеріске ұшыраған сөздер деп екі топқа топтастырсақ болады. Бірінші К дыбысына аяқталған сөздер: бүршік, жиек, кірпік, киік, тілек, түлек. Екіншісі К дыбысы Г-ге айналған сөздер: көлігі, тірлігі, еңбегі, бүйрегі, үйрегі, көйлегі. 39-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Бос түркіздерге тиісті әріптерді қойып шыққан мақалды оқы дейді. Мұнда әртүрлі белгілер берілген, оларды әртүрлі белгілерге әріптер берілген, оларды бос түркіздерге орналастырып шығамыз. Орналастырып шыққанда бізде бірлік болмай, тірлік болмас деген мақал шығады. К дыбысына аяқталған сөздерге дыбысын қосып оқы дейді. К дыбысына аяқталған сөздер бізде бірлік, тірлік. Енді оған дыбысын қосып оқиық. Бірлік, бірлігі, тірлік, тірлігі. Яғни К дыбысы бізде өзгеріске ұшырап Г-ге айналып кетті. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Біздің топтың бірлігі мықты. Айжан үй тірлігін тиянақты жасайды. Осылай, осы сөздерді пайдаланып, сендер де сөйлем құрап жазсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.